Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, бүгін тікелей эфирге шыққан себебім кешегі еркін қазақ қозғалысының көшбасшысы Ержан Тұрғынбайдың жаңағы шымкенттік белсенді Нұржан Мұхамедовпен болған пікірталасынан кейін шығып отырмын. Мен дауысым естіліп тұрған шығар, иә? Осы пікірталасты көріп өттік. Әр азаматтар өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Бұл енді пікірталас болған жоқ бұл жерде. Себебі Ержан Тұрғынбай өзінің әдісіне салып, мынау азаматтарға сөз бермей, өзінің жаңағы белсенділермен болған сұхбатынан көріп жүрміз, тұншықтыру әдісін пайдаланды. Өзінің арнайы дайындалған сұрақтарын қойып, әдейі эфирді уақытты басқа нәрсеге жіберіп, негізгі мәселе, негізгі тақырып ашылмай қалды бұл жерде. Сондықтан осы нені толықтыру мақсатында телеэфирге шығып отқан жайымыз бар. Енді бұл жерде былай, Ержан Тұрғынбай ол ешқандай бұрын саясатпен шатағы жоқ. Жаңағы осы біраз жылдар бұрын Италияға, бізден Қазақстаннан 5000 шақырым жер тұратын Италияға, Римге кеткен азамат ол. Онымен жаңағы біз оның жаңағы Нұржанды қаралап сатқынға шығаратындай, оның ешқандай оның еңбегі де жоқ, оның қазаққа өйтіп айтатындай. Енді кешегі телеэфирге кеше шыққым келген, бірақ басым ауырып, кішкенте елдің алдында жүрген азаматтарды бекерге қаралағасын, сол бүгін кішкенте өзім шығып отқан жайым бар. Енді бізде былай ғой, Қазақстанда билігіміз орыс тілді, біздің осы 30 жыл бойы бізде ұлттық салт дәстүріміз, мәдениетіміз біздің ешқандай көгерген жоқ. Әлі сол жаңағы орыс тілі үстемдік етіп келе жатыр. Қазақта айтады ғой, алма ағашынан алысқа түспейді деп. Сол сияқты біздің билігіміз қандай, біздің мынау оппозициямыз да сондай. Оның бір дәлелі мына кешегі Ержан Тұрғынбай мысалы. Өздеріңіз көрдіңіздер, мынау сөзінің аяғында сендер шовинистсіңдер, сендер алаяқсыңдар деп жаңағы өте ауыр айыптаулар жасады. Ең бірінші бұның несі, мынау халық таңдауы партиясының атын мен қойдым деп, өзінің жаңағы саяси тәкаппарлығын, саяси пасық ойын ол барынша көрсетті. Енді біз осы уақытқа дейін Ержан Тұрғынбайдың шынайы бет бейнесін біз көрген жоқпыз. Себебі ақкөңіл азамат мына ұлтқа қатысты нәрсені айтып жүргеннен кейін біз барынша сеніп, ол кісіге біз қолдау жасап, ол өзінің еркін қазақ несін құрғанда да, мынау қозғалысын құрғанда да, Шымкент қаласының белсендісі Нұржан Мұхамедов тіркеліп, бізді де тіркеуге шақырған болатын. Бірақ енді Ержан Тұрғынбайдың бұрын белсенділік жолын, бір саяси алаңда бір айтқан пікірлерін көрмегеніміз үшін біз осы уақытқа дейін кірмей келдік. Енді саясатта енді ортасында жүрмесек те, былай енді хабарымыз бар азамат ретінде, енді кімнің кім екенін біліп қалдық қой. Енді осы 2018 жылдан бері осы неде жүрміз. Енді кешегі енді оқиға енді халықты әр сарғып қойды. Мен ойлаймын, енді бұл Ержан Тұрғынбайдың негізгі мақсаты мынау сайлаудың алдында халықтың басын әр сарғып, миын аштып, елдегі белсенділердің бәрін қаралап, шетелден өзінің жаңағы идеясын, ойын жүзеге асырып, сол жақтан басқару ғана оның ойы. Лажы болса, мүмкін болса, мына елдегі азаматтардың бас біріктіріп, саяси күшке айналуын ешқашан қаламайтын азамат екенін ашық көрсетті. Енді біз о баста келісім бойынша жаңағы оған айтқан болатынбыз, сіз бізге ақпаратты қолдау жасаңыз, сізге біздің ешқандай басқа көмегіңіз қажет емес деп. Бірақ өкінішке орай ол өзінің жаңағы саяси тәкаппарлығын, билік құмарлығын көрсетіп, бізді жаңағы
баласынып, бізге жаңағы ақыл үйретіп, сендер түк істей алмайсыңдар, сендер сауатсызсыңдар, Қазақстанда жаңағы оппозиция деген нәрсе болмайды, сендерді қудалайды, сендерді үйтеді бүйтеді деп жаңағы барынша өзінің жаңағы амбициясын көрсетіп, тәкаппарлығын көрсетіп, диктовать етіп бізді, былайша айтқанда солай жасай бастады. Жалпы енді бұл партияның осы құрамыз деп жариялағанымызға да бір айдың шамасы уақыт болды. Осы мысалы бір айдың шамасында бұл партияның съезін өткізу деген оның өзі ақмақтық деп білемін мен. Себебі бұл Ержан Тұрғынбай ол жай партияның мүшесі болатын. Оның бір билік жасайтындай, ол бұл партияның артында мен тұрмын деп айтатындай оның ешқандай құқығы жоқ болатын. Біз әрине бұл жерде ойлап қалмаңыздар, бұл партияға жаңағы көшбасшылыққа таласып жатыр деп. Мен ол партияның тіпті мысалы бастамашыл топтың мен керек осы мүшесі де болған жоқпын ол кезде. Бірақ осы азаматтар кірді, бәріміз қолдаймыз. Осы елдің ішінде де осындай бір партиялар керек. Себебі өздеріңіз көрдіңіздер, мынау жастардың осы елдің ішінде жүрген белсенділердің арасында құрылған мына көше партиясын билік экстремистік ұйым деп жариялады. Себебі үкіметке тиісті құжаттарын ұсынып, бұл партияны тіркеуді талап етіп, өтініш жазған жоқ. Сол себептен мына азаматтар жаңағы осы партияға кірген азаматтарды бұл партияның өзін, жаңа қозғалыстың өзін экстремистік ұйым деп жариялады. Билік өзі арандату жасады, жаңағы бұл партия мемлекеттің тұтастығын бұзуды көздейді деген сияқты жаңағы сөйтіп экстремистік ұйым деп жариялады. Біз енді осы нәрсені алу үшін осындай құжатпен жұмыс жасап жатырмыз енді. Өйткені бізде партиялар тіркейді, демократиялық мемлекет деп жаңағы біздің үкіметтегі азаматтар сөйтіп айтудан жалықпай келеді ғой. Сол айтқандар рас болса, егерде партия тіркеу жеңіл болса, тіркейік, мейлі оны да көрейік деп. Бірақ біз бұл партияны тіркелмейтінін де білеміз. Себебі біздің үкіметтің айтқан әңгімесі бір бөлек, істеген ісі бір бөлек. Енді бұл партияның съезін өткізу туралы шешімді де Ержан Тұрғынбай асығыс жариялап жіберді. Себебі қыстың көзі қырауда, оның үстіне карантин талаптары күшейіп тұрған кезде съез өткізу деген ол саяси сауатсыздық, надандық ол. Себебі мынау қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, көліктің өзінде мысалы жеңіл көлік болсын, қоғамдық көлік болсын, мысалы топырлап отқан азаматтарда, жеке мысалы тойға баратқан, құдалыққа баратқан азаматтардың өзін қазір полиция қызметкерлері неге топырлап отырсыздар деп жаңағы ескерту жасап жатыр. Ал енді бұндай жағдайда енді 1000 адамның басын қосып съез жасату бұл сайлаудың алдында арандату деп білемін. Себебі біз осы елде өмір сүргендіктен біз ол жаңағы азаматтарға, жиналған халыққа да біздің жанымыз ашиды. Біздің жанымыз ашиды жиналған халыққа. Ол енді шетелде отырғаннан кейін оған бәрібір шығар. Оған саяси ұпай керек, атақ керек. Ана YouTube каналында 300 000 адамды миллионға жеткізу бір ойы бар шығар мүмкін. Дегенмен ол біздің қолымызбен от көсегісі келді. Ол жерде ол нәрсе анық көрінді. Бірақ біз бұған ешқашан жол бермедік. Себебі біздің Чимкент қаламызда да кәдімгі оппозициялық топ қалыптасқан. Бізде азаматтар бар, Құдайға шүкір, күресіп жүрміз, айтып жүрміз. Бірақ енді кешегі жаппай сендер сауатсызсыңдар, сендер надансыңдар деген сөзі енді өте ол артық әңгіме болды бұл жерде. Енді біздегі өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа шетелдегі бізде лидер сымақтар, олар қазақ халқына ешқашан жан ашымайды. Өйткені ол азаматтардың қаржысы да бар, мүмкіндігі де бар. Неге осы уақытқа дейін олар елде өзгеріс жасай алмады? Не себептен деп ойлайсыздар? Себебі олар мынау елдің қазақ халқының салт дәстүрін, мәдениетін, әдебиетін ешқандай олар құрметтемейтін азаматтар. Басында айттық қой, алма ағашынан алысқа түспейді деп. Осы жаңағы биліктің жаңағы біздің орыс тілді биліктің ықпалында жүрген осы орыс тілді биліктің шекпенінен шыққан азаматтар, сондықтан олар өзгеріс жасай алмайды. Себебі мынау өзгеріс жасау үшін мына қарапайым қалың қазақтың жүрегіне жол таба білу қажет, өзгеріс жасайын деген адам. Және ол осы елдің ішінен қозғалу керек, осы елдің ішінен басталу керек деп есептеймін.
Әйтпесе ол азаматтар шынымен сауатты, шынымен білімді, енді не жетіспейді оларға мысалы? Бір нәрсе жетіспейді. Ол нәрсе мынау қазақтың көңіліне жол табу керек, жүрегіне жол табу керек. Қазақша ойлап, қазақша сөз сөйлеп, мынау қазақтың кәдімгі құнарлы сөзімен мынау елдің жүрегін жібітіп, рухын көтеріп, біз солай ғана өзгеріс жасай алады, егер де жасаймын деген ойлар болса. Бірақ енді ондай мүмкіндікті жіберіп алды. Соңғы кездегі олар елдің ішіндегі мысалы белсенді азаматтарды қаралап, бірін қырқыстырып, жаңағы сондай әрекеттерге барып жатыр. Бұлар оның үстіне мен мынау Ержан Тұрғынбайдың да өзіне сын пікір айтқан мынау Ардақашым әпшемізді де мынау Майгүл Садықованы да қосып мысалы телеэфирге шақырды. Енді бұл жерде Ардақашым әпшемізді онда қаралайтында жөні жоқ негізінде. Ол Ержан Тұрғынбай Ардақашым мен Нұржан Мұхамедовтің көрген биліктен қысымының жартысын да көрген жоқ ол. Қандай себеппен мынау Италияда саяси баспана алып, ол жерде отырғаны да түсініксіз. Оның белсенділік несі де қалыптаспаған сондай азамат ол. Мен саясаткермін, мен данышпанмын деп жаңа өзін керемет бір көрсетіп, белсенділерді қаралауын тоқтатар емес. Мен енді ойлаймын, енді бұл азаматтар егерде елге шын жаны ашитын болса, мынау әрбір саяси қозғалыстарға бәріне хабарласып, бірігейік, біз ауызбіршілікке келейік, мынау қайтсек, мынау соры қайнаған қазақтың бір көсегесін көгертіп, бір үміт сыйлайық, ең болмағанда мынау халықты біріктіріп, алаңдарға, енді ол кісілер алаңдарға шақыра алады, өйткені сыртта жүр, оларға ешқандай жауапкершілік арқалай алмайды біз сияқты. Біз елдің ішінде жүргендіктен біздің заң алдында жауапкершілігіміз бар. Сондықтан олар осыны жақсы пайдаланады, олар айта алмайды, олар бүйтемейді, олар сатқын, олар КМБ деген несін қазақты ыдыратып бөлшектеумен келе жатыр. Негізі бізде осы 90-шы жылдарда мысалы азат қозғалысы қандай болды мысалы, оларда мынау қазақтардың жаңағы елді ірткі салып, мемлекеттің тұтастығына қауіп төндірген кезде олар тойтарыс берді мысалы. Мысалы азат қозғалысында мүшелері мысалы арамызда бар әлі. Бірақ бізде шетелдегі осы отырған азаматтар көбінесе елде оппозиция жоқ, тек қана біз деп жаңағы саяси тәкаппарлықтан арылмай келе жатыр. Сондықтан мен оларға айтамын, бұндай саяси пасықтықты, саяси тәкаппарлықты қою қажет. Егерде мына елде шынымен өзгеріс жасаймын десеңіздер, мына елдегі азаматтардың пікірімен санасыңыздар, осылармен кеңесіңіздер, содан кейін бір мәмілеге келіп, бір әрекет жасау қажет. Енді баяғы патша үкіметінің саясаты сияқты ғой, жаңағы бөліп алда, билей бер, сексеуілмен ұрып жару әдісі. Енді тіпті біздегі жаңағы осы сыртта отырып алып, демократияны да жекешелендіріп бір патенттеп алған. Мысалы, енді мен Мұхтар Әблязовтың мысалы ДВК партиясы мысалы, біз осы партияның қатарында да болдық, ресми қолдаймын деп айтпасақ та, осы жаңағы енді Назарбаевтың режиміне қарсы екенін көрдік, білдік, қолдадық басында. Митингісіне шықтық, нәтижесіз митингілеріне шығыттық, жаңағы ол үшін тергеуге де алындық. Бірақ дегенмен нәтиже болған жоқ одан ешқандай. Себебі билік алдын ала дайындалады, алдын ала хабарланған нәрсеге ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Және содан кейін өзіміз митинг жариялап басқа күнде шықтық. Бірақ ол кезде жаңағы билік тиіскен жоқ. Бірақ енді осы ДВК-ның жаңағы жақтастарынан азаматтар бар, енді әсіре қызыл шолақ белсенділер деймін, оларда бізді қаралады. Сендер тек қана ДВК-ның митинг жариялаған күні ғана шығуың керек, басқа күні шықпауларың керек деп. Неге шықпауымыз керек біз басқа күні десең, жаңағы бұл неге сәйкес келмейді, тек қана ДВК жариялаған митингде шығып, сол күні қамауларың керек деп. Бұл не үшін, кім үшін? Біз осы сұрақтарға әлі күнге дейін жауап таба алмай келеміз. Сонда демократияны жекешелендіріп алған ба деп ойлайсың да, жаңағы демократия болғасын, мысалы, әр азаматтар осы жаңағы
белгілі бір ұйымның саяси күштердің ешін күтпей ақ шыға беру керек емес па? Енді біз осы, мысалы, мен өзім ДВК-да да болдым, Нұржан Мұхамедов те болды, бірқатар азаматтар да кезінде қолдадық, оны жасырмаймыз. Себебі мынау жүйеге, Назарбаевқа қарсы болғандықтан бізде бәріміз қолдадық. Бірақ не себептен біз ол ұйымнан кеттік? Рас, ол ұйым елдің көзін ашты, оятты. Бірақ жаңағы біз орыс тілді болғандықтан мен өзім қолдаған жоқпын. Енді осыдан кейін біз мынау Ержан Тұрғынбай деген пайда болды. Қазақтың салт дәстүрін бәрін құрметтеймін деп жаңағы осындай біз бірігейік деген идея тастадық. Ордабасы тауына бардық, айттық. Мынау тозған қазды топтанған қарғалады дейді ғой. Бірігейік бәріміз, күшімізді біріктірейік, мынау күресейік деп. Солай осы Халық таңдау партиясын ашайық деп жаңағы уағдаластық. Одан кейін Ержан Тұрғынбай асықтыра бастады бізді, съезд өткізейік деп. Енді мен ойлаймын, бұл съезді өткізу мына сайлаудың алдында негіз біз ол егерде шынымен жан ашитын болса, мына сайлауға біз дайындық жасауымызға жетеді. Бірақ ол тек қана ол съезд өткізейік деді, ол тіркелмейтінін білсе де, енді бұл арандату деп есептеймін. Себебі біз оның әңгімелерінде бәрін түсіндік. Сағатбай Қапиев ағамызға хабарласып, біз енді ол кезде олардың жеке пәтеріне барып қалған болатынбыз, жаңағы неге бір жерге жиналмақшы болып. Сол кезде оның айтқанынан біз енді жанымыз түршікті. Айтқанда жаңағы енді громкомен сөйлесіп отыр екен, біз кіріп қалдық. Бұл жаңағы Нұржан Мұхамедов, Ерғали, одан кейін Ғабит, тағы басқа азаматтар да осы қаладағы. Олар шовинистер, олар жаңағы қайып үшін жүрген азаматтар. Біз оларды жаңағы съезге халықты шақырсын, сөйтіп ол азаматтар қамалады, жаңағыдай. Одан кейін орнына басқа азаматтар дайын. Мен дайындап қойдым деп кәдімгі ашық айтып арандатып отыр халықты, былайша айтқанда. Енді мен ойлаймын, оның айтқанын істеп біз съезді өткізген күнде де ол бізге жақсы абырой атақ әпермейтінін біліп отырмыз. Себебі мынау қыстың көзі қырауда біз 1000 адам ешқашан жинай алмаймыз. Қанша жерден жыртылсақ та, қанша жерден күшенсек те 150-200 адам жинармыз. Енді оның ақымақтығы, енді мынау қазір онлайн жүйені пайдаланып онлайн өткіземіз дейді. Қалай онлайн? Ол жерде заңда жазылмаған, саяси партиялар туралы заңда онлайн мен өткізуге болады деп жаңағы съездің алғашқы құрылтайын. Оның үстіне Әділет министрлігінен бізге әлі растама келген де жоқ. Олар біздің құжаттарымызды қарап жатыр. Саяси партиялар туралы заңда растама беріледі делінген да, бірақ олар қай күні беріледі, ол туралы анық жазылмаған, яғни нақтыланбаған ол жерде. Біз бәрібір осы енді құжат бойынша, заң бойынша жұмыс жасаймыз деп келіскендіктен, бәрібір олардың растамасын күтуіміз керек. Ол 1 айда бере ма, 15 күнде бере ма, ол жағы енді белгісіз. Енді сондай жағдайлар болды. Енді кешегі мысалы Нұржан Мұхамедовпен шыққан несінде, енді Нұржанның біз сөзге жоқ, бірақ нағыз істің, іс-әрекеттің адамы ретінде мен оны Нұржанды бағалаймын. Батыр аңғал келеді дейді ғой. Ондықтан ол пікір сайысқа, жаңағы жалпы дебат деген нәрсеге ол жүйрік емес, оны мойындау керек. Ержан сол несін біледі, психологиясын. Сөйтіп жаңа тікелей эфирге шыққаннан бастап тұншықтыру әдісін қолданды. Кеше ғана танысқан адам болса, өзінің жаңа өмірбаянын, жеке өмірлерін сұрап, әйтпесем Еркін Қазақ қозғалысының 1-2 жылдан бері, 2 жыл болды ма, мүшесі ғой Нұржан Мұхамедов. Ол қандай саясаткер ол? Өзінің жаңағы Еркін Қазақ қозғалысының Шымкент қаласы бойынша өкілінің жаңа несін білмейтін, өмірбаянын білмейтін ол. Қандай саясаткер ол? Ол жай мүше болған жоқ, осы Еркін Қазақтың белсенді қолдаушысы болды Түркістан облысы Шымкент қаласы бойынша. Жаңадан танысқандай болып, саяси пасықтық әрекеттерге барды. Жеке басын кемсітіп жаңағыдай. Енді бұл саясаткерге тән қылық емес. Бұл кәдімгі көшенің бұзақыларының жаңағы несі пікір сайысы болғандай болды. Ешқашан тақырыпты аша алған жоқ. Өзінің сұрақтарын қойып, бұрмалап, жеке басына тиісіп, паспортына тиісіп. Бұл жерде әдейі қаралау мақсат жатыр. Мен ойлаймын, Ержан Тұрғынбай мынау
орыс тілді азамат болғандықтан Россиядағы олигархтардың немесе бір Ресейдің бір жаңағы қойған агенті сияқты болып көрінді бізге. Мысалы көріп отырсақ, себебі шовинистсіңдер деді. Мен мысалы бірнеше прямой эфир түсірем, осы тек қана осы мысалы саясатқа қарсы сын пікір айтып түсірген материалдарды жариялайды да, ал мынау тілге байланысты түсірген бейнелерімді жарияламайды. Яғни бұл Ержан Тұрғынбай, мен біраз азаматтармен де пікір алысып сөйлестім. Мынау қазақ тіліне келген кезде кежегесі кейін тартып, өзін жаңағы бір басқаша интернационалист ретінде көрсеткісі келеді өзін жаңағыдай. Бірақ еркін қазақ, халық таңдауы деген жаңағы бір әдемі нелерді, идеяларды ұсынып, жаңағыдай өзін бір қойып алған, жаңағы керемет көрсетіп. Ал бірақ іс-әрекеті басқаша. Сондықтан мен Ержан Тұрғынбайдың кешегі саяси мәдениетсіздігін, саяси сауатсыздығын, саяси пасықтығын, тәкаппарлығын мен қолдамаймын. Бұл азаматтарды біріктірмейді, қайта халықтың рухын сындырып, елді бөлшектеп, мынау саясатқа деген халықтың көңілін суытады. Біз негізі ойлағанбыз, бұл Ержан Тұрғынбай өзінің жаңағы программасы деп жаңағы Ақ жолдан ұрлады, тағы басқа ұйымдардан қосып шатып айтыр бірдеңе тікелей неге шығарып жіберді әлеуметтік желіге. Оны біз мынау қаладағы шымкенттік белсенділермен ақылдасқан жоқ, өзім білемін дегенге салып, біз енді ойладық, енді мынау сайлау өткенше қоя тұрайық. Бірақ ол жаңағы өзінен өзі шала бөлініп, бәрін сатқынға, бәрін кем бұға шығарып, білгенін жасады ол. Енді өзінің шынайы бет-бейнесін көрсетті Ержан Тұрғынбай. Ержан Тұрғынбай көріп, егерде осы хабарды көрсең, мен сені тікелей эфирге шығайық, сөйлесейік. Негізінде осы істің басқасында жүрген мен Айдыладағы Түркияда отқан Ардақ әпшемізге тиістің, ұлтшылсың деп жаңағы өзінің пікірін білдіріп, неге қазақша жасамаймыз, программа қазақша болмайды деп алғаш ақылдасқан кезімізде. Майгүл Садықоваға жаңағы тиісіп жатсың. Себебі біз осы елді қорғайтын, осы саяси партиялар негізі бір жеке бір адамның, жеке бір ұйымның бір мүддесін көздейтін негізінде адамдардың тобы ғой, негізі шындап келгенде. Ал бірақ біз ұлтшылдар елге қандай қауіп төнсе де, қандай жағдай төнсе де, осы елдің негізін сақтап қалатын, осы ең соңғы шепте осы тұратын біз ұлтшылдар. Ұлтқа қатысты нәрсенің ұсақ түйегі жоқ. Сен үшін біз шовинист шығармыз, сен үшін біз алаяқ, сауатсыз шығармыз. Бірақ мен өзім жаңағы Қадыр Мырзалиннің сөзі бар, ұлтқа қатысты нәрсенің ұсақ түйегі жоқ. Біз осы партияны құрдық па, барынша осы Шымкент өңірінде құрылғаннан кейін бұл партияның бағдарламасы болсын, жарғысы болсын, бәрін қазақша болған, мынау қазақтың жаңағы бір рухын оятатындай, сондай жаңағы бағдарламалар болғанын, сондай бір идеялар болғанын қалаймыз. Сен келдің, неяқтан жаңағы ақпараттық қолдау жасаймыз деп келістің о баста, бірақ сен билет төстеп, есіктен келіп, төр менікі деп біздің басымызға шығып, өзімізді қаралап, дұрыс әрекет жасамадың. Сондықтан бұдан былай мынау елдегі азаматтарға өйтіп қаралап күйе жағуыңды қой. Сен ешкім емессің. Сен жай ғана блогерсің, сен өзің айтқандай ешқандай данышпан емессің, заңгер де емессің, жай блогерсің. Мүмкін біреулердің тапсырысын орындап отқан шығарсың. Мынау айтады ғой, үйдегі ойды дейді, базардағы нарық бұзады дейді. Ал сен 5000 километр жерде отырып, сен Қазақстандағы жағдайды түсінбейсің да. Саған бәрі оңай сияқты. Сен себебі белсенділік жолдан өткен жоқсың, сен қудаланған жоқсың, сен қысым көрген жоқсың. Сондықтан бізді жаңағы елдегі белсенділерді қаралауыңды тоқтат. Егерде шынайы өзгеріс жасайтын адам, қай-қайсысы болса да айтам, Әблязов болсын, Тұрғынбай болсын, мен егерде солардың орнында болсам, егерде мен әрбіріне белсенді болып саяси алаңда көрініп жүрген азаматтарға жеке-жеке қоңырау соғып, айналайындар, мына өзгеріс жасайық мына елде, мына ел азып тозып бітті. Мен мына билікке келуді көздемеймін. Мынау Назарбаевтың қылмыстық жүйесін қалай да тоқтатуымыз қажет.
көріп отырмыз бәрін. Сендерге не керек? Қаражат керек па? Қаражат міне. Ақша керек па? Ақша. Ақпарат қолдау керек па? Міне ақпарат қолдау. Солай жасайтын еді. Ержан Тұрғынбай сен болсаң да, Әблязов сен болсаң да сендерге айтарым. Ал сендерде ондай жоқ, бәрін көрпені өздеріңе қарай тарта бересіңдер. Одан кейін ақылдаспайсыңдар. Мына елдегі, мысалы, менімен ақылдас деп жатқан жоқпын. Елде де, мысалы, мына Азат баяғы қозғалысының белсенді ардагер ағаларымыз бар. Соларға шығып, телефон шалып, қолдауын сұрап, мына өзгеріс жасай алатын адам сөйтеді. Айлада отырып алып, жаңағыдай, бұлар елде ештеңе жасай алмайды, біз басқарамыз деген сияқты ондай пиғылдан аулақ болуларың керек. Ал егер де ондай өзгеріс жасағыларың келмейтін болса, бұндай ойын ойнамау да қажет. Ержан Тұрғынбайдың кеше ойын біз бет бейнесін шынайы аштық деп есептейміз. Себебі мынау Шымкентте мен өзім ұлтшылмын, оны мойындаймын, бірақ мен өзге ұлттарды ешқашан бір кемсітіп қорламаймын. Себебі мен тек қана өзіміздің осы қазақ халқының жаңағы бізде кемсіту әрекеттері көп орын алып жатыр. Мен соған байланысты мен ашынып, осы заңда жазылған заң талаптарын сақтауды талап етіп жүрген азаматпын. Егер де біз осы билікті ақыры ауыстырғымыз келеді, оны бүкіл халық, бүкіл белсенділер өздеріңіз білесіздер. Ақыры біз ауыстыратын болсақ, бізге орыс тілді биліктің орнына орыс тілді оппозиция қажет емес бізге. Ақ сиырды көк сиырмен ауыстырғаннан не шығады? Ештеңе шықпайды. Бізге ақыры ауыстырады екенбіз, ауыстырғымыз келеді екен, мына жүйені өзгеріс жасағымыз келеді екен. Бізге қазақ тілді, мына халықтың арасынан шыққан рухты, намысты азаматтар басшылыққа келу қажет. Бізге орысша ойлап, орысша түс көретін азаматтар қажет емес бізге. Мына себебі мына елде оппозиция жоқ деп айтатындай, бізде шынымен мынау Қадыр Мырза әлі айтты ғой ағамыз кезінде, мына ұлттың ұрысына дейін патриот болу керек деп. Мына осында белсенді жүрген азаматтарды, мынау кәсіпкер қаржысы бар азаматтардың қолдамауынан елдегі оппозиция шетелдегі лидерлерге жәутеңдеп қалды қазір, себебі қаражаты жоқ. Ал кәсіпкерлерді жаңағыдай байқап қалған болса, осы оппозиция көмектесіп жүрген қысым жасайды билік, түрлі сылтау тауып. Сондықтан елдегі оппозиция қайраткерлері шетелге жаутаңдап, сондай мүсәпір күй кешіп қалдық біз. Ал олар соны жақсы пайдаланып, мені айдап салып, жаңағыдай сондай әрекеттерге барып отыр. Сол енді бұда қазақта жақсы сөз бар ғой, есектің еңбегі адал, еті арам деген. Біз сондай есек болдық, жаңағы еңбегіміз еш болды. Мынау еңбегіміз адал, етіміз арам дегендей сондай болды біздің жаңағы кеше Ержан Тұрғынбайдың несінен түсінгенім. Бізді ешқашан мынау жаңағы халық басы бірікпейді, мен біріктіріп отырмын деген сияқты өзінің жаңағы бір несін көрсетті. Бұл ертең билікке келетін болса, бұл не істемейді, қазірден мынандай партияның идеясына таласып отыр. Ертең билікке келетін болса, бұл көресін көрсетеді бұндай азаматтар. Сондықтан мен мынау елдегі азаматтардың бәріне айтарым, өзіміз біргейік, өзіміз күш болайық. Сөйтіп бір мәмілеге келіп, ортақ іс-әрекет жасайық. Сол менің айтарым. Негізі мен ойлаймын, мен Ержан Тұрғынбайдың өзінен де сұрадым, неге осы жаңағы бізді жаңа коалиция дедік қой, халық таңдауы партиясы, неге осы Шымкент қаласына белсенділермен жұмыс жасауға сіз шешім қабылдадыңыз дегенде, ол айтты, Шымкент қаласында белсенділер тобы қалыптасқан, халық көп орналасқан деді. Мәселе ода емес бұда. Біз өзі Шымкент қаласының белсенділері тек осы халықтың сөзін сөйлеп келе жатқан азаматтармыз. Айттық қой, басында жаңа ДВК-ға да мысалы орыс тілді болғандықтан қазақ тілінде сөйлеуін, қазақ тілінде бағдарламалар жасауын талап еткеніміз үшін біз сатқынға шығарылдық, бізді КМБ деді. Солай мысалы бізде оппозицияның өзінде бір диктаторлық жүйе қалыптасқанда, кәдімгі алма ағашынан алысқа түспейді деген сияқты ғой. Жаңа Назарбаевта не көрді, соны белсенділердің арасында жасайды. Сен сұрақ қойып, сының пікір айтсаң, сен арандатушысың, сен сатқынсың.
Сондықтан біз мынау ДВК-да осы жаңағы орыс тілді болғандықтан о баста біз жаңағы оны қаралап күйе жақпасақ та, біз жай ғана өзімізбен өзіміз жұмыс жасауға көштік. Яғни осы елде біз мына ұлтшылдар армиясын қалыптастыруымыз керек. Ол мысалы қандай партиялар болсын, қандай ұйымдар болсын, ол өздерінің мүддесі тұрады. Оның артында жаңа ойыншылар болады, өздерінің жаңағы мақсаттары тұрады. Ал осы біз мынау халықтың арасынан шыққан ұлтшылдар осы халықпен бірге, не болса да бірге көреді, бірге төзеді, бірге жаңағы бар жауапкершілікті, ауыртпашылықты көтеретін, яғни осы ұлтшылдар. Бауыржан Момышұлының сөзі бар ғой, егер дейді домбыраның сазды әуенін тыңдап өспеген бала дейді, мынау көтерем қойдан туылған қозы сияқты дейді. Сол айтпақшы, бізде мынау көтерем қойдан туылған қозы сияқты шата, дүбәрә, сондай азаматтар бізде пайда болды. Билікте болсын, оппозицияда болсын. Міне бұлар ертең билікке келген күнімен біздің осы күніміз ары қарай жалғасады. Сондықтан мынау оппозиция болсын, билік болсын, бізде сондай қазақы, сондай намысты, сондай азаматтар келуі қажет. Онсыз біз ешқашан дамымаймыз. Мысалы, мынау кезінде Германияның өзінде, мысалы, Россиядан быт-шыт болып жеңілген Германия қалай дамыды? Ананы жасап көрді, мынаны жасап көрді. Одан кейін неміс тілінің мәртебесін көтерді, неміс халқының рухын көтерді осы тіл арқылы. Одан кейін міне қарыштап дамыды. Одан кейін міне Германия осындай жетістіктерге жетті. Енді мен ойлаймын, кешегі мынау Ержан Тұрғынбайдың несі біздің сайлаудың алдында әдейі мынау съезд жасатқызып, біздің қолымызбен, одан кейін бізді жаңағы неге отырғызып, түрмеге мына халықты заңсыз жинадың, заңсыз жиын ұйымдастырдың деп, енді әкімшілік құқық бұзушылықпен отсаң 15 күн ештеңе емес ол. Енді ойлаймын, бұның ойында бір арандатып, жаңағы бір қылмыстық іс қозғатып, арғы жаққа жіберіп, өзі жаңағы Италияда біздің мен жақтастарым қудаланып жатыр, мен жақтастарым қысым жасап жатыр деп байбалам салып, өзінің YouTube каналында аузы көпіріп оттап, өзіне саяси ұпай жинау мақсатын іске асырмақшы болды. Бірақ дегенмен біз бас тарттық. Себебі бізде де мынау ұйымдасқан өзіміздің оппозициялық ұйымдар бар, топтар бар, кеңестік, ақылдастық. Ол нәрсе біздің немізге тура келмейтінін түсіндік. Содан кейін жаңағы ол мақсаты орындалмағасын міне байбалам салып бізді қаралауға көшті. Сол ағайыны осы нәрселерге байланысты шығып пікірімді білдіріп отқан жайым бар. Мынау енді алдағы сайлауға байланысты да біз өзіміз сондай бір неге келіп отырмыз. Егер де елдегі оппозициялық қайраткер ағаларымыз саяси алаңда жүрген, өздерінің пікірін айтып, жаңағыдай елді осы бір нәрсеге жұмылдырып, бір нәрсеге тоқтамға келетін болсақ, соны жасайық. Қалай да мына елге жеңіс әкелетіндей, мынау өзгеріс әкелетіндей нәрсеге ұмтылайық. Халықтың рухын көтерейік. Мысалы, мына кешегі біздің Ордабасы тауына барып, полиция қандай кедергі жасады? Полиция Ордабасы тауында жаңағы тарихи жаңағы қорыққа кіргізбеді бізді. Енді міндетті түрде тапсырма берілген болуы керек. Біз жаңағы бастығын шақыр дедік, бірақ жаңағы ол жерде қарауылдары бастықты емес полиция қызметкерлерін шақырды. Полиция қызметкерлері 10-15 болып келді. Олар сөйтіп барынша бізді ішке кіргізбеді, жаңағы карантин жағдайында болмайды деп. Бірақ біз онымен тоқтамай, сыртқы жолмен, жаңа таулардың арасымен басқа жол тауып, біз қалай да осы партияны құрамыз, осы елді біріктіреміз деген алдымызға мақсат қойғаннан кейін басқа жолмен кіріп, әйтеуір тауға жаңағы әйтеуір машиналардың жартысы шыға алды, жартысы шыға алмады. Жаяу жалпылап, туымызды көтеріп, жаңа үш бидің алдына барып, өзіміздің сөзімізді айтып, құрбандық шалып, елді біріктіруге шақырдық. Былайша айтқанда, Алла қойған мақсатымызды орындадық. Енді жақсы бірігіп келе жатқан кезде, мынау Ержан Тұрғынбай жаңағыдай
Мен айтқам о баста, съезд деген нәрсе болмайтын нәрсе. Біз ең бірінші мәселе халықтың басын біріктіріп алайық. Менің мақсатым, менің өз ойым, жеке пікірім. Біз партия құрып, съезд өткізіп, соның төрағасы болып, мынау билікке араласып, парламенттен орын алып депутат болу емес менің өзімнің ойым. Менің ойым осы алдағы келе жатқан сайлауды қалай да тоқтатып, немесе осы билікке бір нақты жаңағыдай бір тойтарыс бере алатындай бір әрекет жасауына, биліктің заңсыздығына, осы биліктің жаңағы жүйенің тәртіпсіздігіне бір нақты бір тосқауыл қойып, мына халыққа бір үміт сыйлау менің ойым. Ал бұл жерде Ержан өзінің жаңағы билік құмарлығын, өзінің саяси пасықтығын жеке басқа тиісіп, жаңа Нұржанмен тікелей эфирінде өздеріңіз көрдіңіздер. Енді бұл әрекеттердің бәрі саяси мәдениетке жатпайды. Өзінің жаңағы қорқытып, үркіту әрекеттерін жаңағыдай Нұржанға да жасады. Нұржанның өзі де айтты кеше, мен сені құртып жіберем, мен сені қаматып жіберемін, сен туралы мен ақпарат жинап жатырмын деп. Міне біздің елдегі сөздің шыны керек, мына белсенді азаматтар Назарбаевтан қорықпайды. Осындай мына сыртта отырған лидерлерден қорқады. Білмеймін не себепті олай екен. Осындай жаңа қоқан-лоққы жасай ма, үркіте ма, мен түсінбеймін соны. Сондықтан еркін ойлы, өздерінің жаңағы сана сезімі бар, мынау саясатты кішкентай түсіне алатын азаматтар, ойланыңыздар, шешім қабылдаңыздар. Халқымызды мынау бастап шыға алатын біз, мынау сыртта отырған лидерлер, олар бастап шыға алмайды. Олар тек қана бізге ақпаратты қолдау ғана жасай алады. Мүмкін қаржылай көмектесер. Негізі өзгерісті жасайтын сізбенен біз бұл жерде. Белсенділер мынау, Мен ойлаймын, елдегі әрбір азамат, ол такси болсын, ол кәсіпкер болсын, шамасы келгенше өзінің қолынан келген жасасын. Кәсіпкер белсенділерге қолдау көрсетсін, қаржылай. Такси жүргізуші тегін апарып тастасын баратын жеріне. Тағы да басқа азаматтар сондай қолдау жасасын, өзгеріс жасайтын. Біз мынау қарапайым халықтың арасынан шыққан белсенді азаматтар, бізде анау зиялы деп, анау билікте істеп кеткен, биліктің айналасында жүрген азаматтардан үміт күтпеңіздер. Себебі олардың біразын билік сатып алды, біразын марапат берді, біразын жұмыс берді. Сондықтан халқым, айналайын халқым, бірігейік біз. Кеше көрдіңіздер, Ержан Тұрғынбайдың көкірегіне нан піскені соншама, сен сауатсызсың, сен ешкім емессің деген келтірді. Мықты болса келсін елге, өзгеріс жасасын. Ол шетелде отырып, 5000 километр жерде отырып, оған біздің билік ештеңе істей алмайды оған. Аузына келгенін айтады ол. Келсін осында, айтсын, сөйлесін, ұйымдастырсын. Сондықтан Ержан Тұрғынбайдың кешегі әрекеті мүлде орынсыз, мүлде дұрыс емес. Нұржан Мұхамедовтың несін, мен бастамасын қолдаймын. Себебі ол Нұрекең, ол мен саясаткер емеспін деді. Ол да өздеріңіз сияқты қарапайым халықтың арасынан шыққан белсенді азамат. Ол бір билікке келем деп отқан жоқ. Мен көбінесе Нұржан Мұхамедовпен кейде келіспей қалған жерлерім болады, айтам, бірақ үндемей қолдаймын мен. Себебі оның көп іс-әрекеті дұрыс шығады. Себебі ода мінез бар. Одан кейін көрегенділік деген қасиет болады адамда, болжай білу деген. Сондай қасиеттер бар ол азаматта. Мен сондықтан қолдаймын. Елде егерде шынымен осындай азаматтар болса, тағы да мен қайсысына болса да көмекші болып қолдауға дайынмын. Мына Римде мынандай қағида бар екен, егер дейді, сен менен жақсы жұмыс жасай алатын болсаң, елге қызмет ете алатын болсаң, кел да, менің орныма кел да, жұмыс жаса, менің орным міне дайын деп айтатын сондай қағида бар екен. Міне бізде де сондай қағида болу қажет. Мынау оппозицияда жүрген азаматтарда бізде елге қызмет жасап жатырмыз. Азаматтық қоғамның дамуы үшін, мынау билікте тепе-теңдік болу үшін билікке ай дейтін әже, қой дейтін қожа керек. Себебі диктаторлық жүйеде айтпасам, билік білгенін жасайды.
Сондай тепе-теңдікті ұстап тұру үшін бізге міндетті түрде оппозиция қажет. Ол елдің ішінде болу керек ол. Керек уақытында, дер уақытында біздің биліктің заңсыз іс-әрекетіне тосқауыл қойып отыруымыз керек. Күн мен түн, еркек пен ұрғашы, билік пен оппозиция деген сияқты ол бәрі егіз ұғымдар ғой негізінде. Сол ағайын, мен ол елдегі жүрген барлық нелерді, белсенділерді қолдаймын. Себебі осы өзгеріс жасайтын осы белсенділер билік түрлі арандату әрекеттерін жасап жатыр. Мысалы, кеше Нұржан Мұхамедтің әлі Қаратау аудандық соты шығарған шешімімен әлі 250 мыңдай әлі айыппұл төленуі керек әлі. Ертең айыппұлын төлемесе, қайттан 40 суткі неге ауыстырып жібере салуы да мүмкін, жаңа СИЗО-ға. Мысалы, міне сонысына қарамай, міне жұмыс жасап жүрген азаматтарды қаралау, бұл КМ-ның тапсырмасын Ержан Тұрғынбай орындап отыр деп есептеймін. Мысалы, жаңағы осы партияда құрамына өткіміз келеді деп қаншама адам хабарласып жатыр бізге. Мен де номерімді мысалы қайта-қайта полицияма, мүмкін КМ-ма, колесаға беріп тастаған, қайта күніне маған 45 адам хабарласады. Осы сіз көлігіңізді сатам деп қойыпсыз, мен қойған жоқпын көлігімді сатам деп. Небір құйтырқы әрекеттер жасап жатыр мысалы. Біздің елдегі әрбір азаматқа митингіге шақырар алдында олардың да жауапкершілігін ойлаймыз. Сырттан жаңағыдай біреудің қолымен от көсегіміз келмейді. Осы елдің ішіндеміз. Осы елде әйтеуір қандай нәрсе болса да осы алдында жүрміз әйтеуір. Шамамыз келгенше айтып. Бізге де сондай саясатта да бір тазалық керек. Жаңағы Айдалада неде Қазақстаннан пәленбай шақырым жерде отырып алып, бүйту керек еді деген нәрсе, оның бәрі бос әңгіме. Мен бәріңізді бірлікке шақырамын. Мынау үш бидің басына барып ту тіктік. Енді арман тілегіміз орындала берсін. 2021 жыл мынау қазақтың көсегесін көгертетін, қазаққа жеңіс сыйлайтын сондай жыл болсын. Мынау Ержан Тұрғынбай ол елге келуді де ол ойлайтын азамат емес ол. Мысалы, елге жете алмай жүрген азаматтарды білем мен. Осы елде қандай бір өзгеріс болса жаңағы қуана қабылдайтын, мысалы Ардақ Әшімовшеміз мысалы. Ал Ержан Тұрғынбайға бәрібір оған. Ол анаяқтан саяси баспана алып алдым деді. Оған Россияда өмір сүрдіне, Қазақстанда өмір сүрдіне, Италияда өмір сүрдіне, оған бәрібір оған. Ал біз осы елде саяси реформа жасап, өзгеріс орнатып, мынау сыртта жүрген биліктің қудалауынан, жаңағы қысымынан сыртқа шығып кеткен азаматтарды қайтадан елге әкеліп, шынайы әділеттік, ұлттық демократиялық мемлекет орнатқымыз келеді. Әрине, бәрі бейбіт жолмен бұның бәрі. Сол ағайын. Саясатта жүргеннен кейін де саяси мәдениеттілік деген болу керек. Кешегі пікірталас болмады. Сондықтан Ержан Тұрғынбай, мен сені тікелей эфирге шақырам. Өйткені осы істің басқасында жүрген мен, сен Нұржан Мұхамедтің жаңағы пікірталасқа, жаңағы сөзге жоқ адам екенін білесің. Ол істің адамы. Пікірсайыс керек болса, екеуміз бірге шығайық. Сол ағайын, көп сөйлеп уақыт созбайын. Құдай қаласа 2021 жыл жақсы жыл болсын, өзгерістер жылы болсын. Мынау қашанда қазағым, елім, жұртым дейтін азаматтарымыз көп болсын. Осындай белсенді азаматтарды қолдаңыздар. Мен бір әлде бір ұйымның, әлде бір қозғалыстың, әлде бір лауазым тұлғаның күйін күйттемеймін, сойылын соқпаймын. Мен барынша халық жағындамын. Халықпен біргемін мен. Сол, сау болыңыздар. Жалпы ешкімді жамандағым келмейді. Әр азаматтың өзінің орны бар. Жаман деген адамның да жақсылығы болады. Сондықтан күш біріктіруге шақырамын. Шындық айтылуы керек. Әрқашан. Дендеріңіз сау болсын. Бұйырса 10 қаңтар сайлауда алаңдарда жолығайық. Сау болыңыздар.